Аққулар қаз тәрізділер отряды үйрек тұқымдасының жеке туысына жататын өте сымбатты құстар. Қазақстанда аққудың 3 түрі: сұңқылдақ аққу, сыбырлақ аққу, кіші аққу кездеседі. Мойны мен денесінің ұзындығы тең әрі иілтілген. Салмағы 5-10 кг, ең ірісі 13 кг дейін жетеді. Қанатының ұзындығы 150-180 см. Тіршілігінің көп уақытын суда өткізеді. Жақсы жүзеді, бірақ сүңги алмайды. Құрылыққа сирек шығады. Аққуды қазақ халқы ежелден қастерлеп, бақыттың бастамасы, жақсылықтың жаршысы, пәктіктің, сұлулықтың белгісі деп есептейді. Әрі киелі құс төресі санап, оған еш уақытта оқ атпайды. Құстардың ішінен жұптасып өмір сүретін бірден-бір құс. Егер жұбынан айырылып қалса, не біреуі қаза болса, екіншісі адамша қайғырып ауырып өлуге барған. Осы жағдайдан кейін екінші аққуға қосылмайтын болған. Осыдан қазақ халқы аққуды атуға болмайды, махаббаттарың айдында жүзген қос аққудай болсын деген дана сөздер қалдырған. Аққу 3-4 жасқа дейін ақ құс емес, сұр қу болып өседі. Түсі көктен, көгілдірден гөрі күлге не шаңға аунатып алғандай сұрғылттанып тұрады. Бесік баласы бес түлейді деген мақалға сай, ол да 3-4 түлеп барып шын аққуға айналады.